Баршаңызға қайырлы күн. Алдағы наурыз, ораза айларына арнайы жасалынатын қазақтың ұлттық тағамы жент, кейбір жерде майсөк деп аталатын тағамды біз бүгін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті 500 грамм тарының талқаны, қуырылған түрі, оған жарты пиала шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және бұған 300 грамм сливочный майымызды, яғни ыстық күйінде құямыз. Майды көп деп ойламаңыздар, бұл талқанымыз майды өзіне тез сіңіріп алады. Ал егер аз болып қалған жағдайда құрғақ болып қалады. Сол себепті осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Майды барлық жерлеріне жеткізіп, жайып шығамыз. Оған 150 грамм мейізімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осы талқанымызды шұңғылдау ыдысқа саламыз. Солай бір тегіс қылып жайып шығамыз. Қолмен тегістеп жіберіңіздер. Және де бұны біз бір түнге холодильникке немесе жер үйде тұратын болсаңыздар, салқын жерге қойып қойыңыздар. Бұл қату керек бізде. Біздің жентіміз дайын. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөліп, сақтауға да болады. Бұл ашымайды, көгермейді. Және азанда балаларыңыз сабаққа, жолдастарыңыз жұмысқа жеп кетуге өте ыңғайлы, тоқ жүреді. Сол үшін жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қазақша каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Ас болсын.